Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен жоғары инженерлік технологиялық колледжінің ет және ет өнімдерін өндіру мамандығы бойынша арнайы пәндер оқытушысы Алмұқанова Аягөз Бекболатқызы боламын. Сіздерге бүгінгі дайындалған практикалық сабағымның тақырыбы малдар мен құстарды сояр алдындағы күйі және оларды қабылдау тәсілдерімен танысу болып табылады. Сабағымызды бастамас бұрын сіздерді сабақтың жоспарымен таныстырып өтейін. Жоспарымыз кіріспе бөлімнен, негізгі бөлімнен және қорытынды бөлімнен тұрады. Негізгі бөлімде біздер малды сою алдындағы күту базасы, сойыс малын қабылдап алу тәртібі, сойыс малдарын тапсыру, жануарлар мен құстарды союға дайындау кезінде қойылатын қауіпсіздік талаптарымен танысатын боламыз. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Жалпы малды сою дегеніміз, барлығымыз білеміз, малды жансыздандырып, етін алу. Мал сою бұл кәсіби жұмыс болып табылады. Оған сәйкес білім мен тәжірибе керек. Әртүрлі түрлік малын союдың өзіндік ерекшеліктері бар болып табылады. Көпшілігіне ортақ мал союдың тәртібі келесідей болып табылады. Малды жығып, аяқтарын бірге байлап, бауыздау, басы мен сирақтарын ажырату, терісін сыпыру, өкпе, бауыр, ішек қарындарын шығару, ұшасын алу және ұшаны мүшелеу. Әкелінген малды қабылдау 2 сағаттан артық кешіксе, әр сағат сайын бұл коэффициент 0,5% кемітіліп отырады екен. Егер мал қабылдау 8 сағаттан артық кешігетін болса, онда екі жақты келісім бойынша малды азықтандыруға болады. Ары қарай қабылдау әдеттегідей өткізіледі. Егер мал қабылдау кезінде малдың үсті лас болатын болса, тірі салмағының 1%, буаздық мерзімі жартысын асса, онда 10% кемітіледі. Егер екі жақ келіспеген жағдайда тексеріс сою ұйымдастырылады. Есептеу келісім бағасымен өтеді. Енді негізгі бөлімімізге көшейік. Малды сою алдындағы күту базасы қандай болу қажет, соған тоқтала кетейік. Малды сою алдындағы күту базасының құрамына малды сараптау қорасы, малды сою алдындағы күту қоралары, санитариялық қасапхана және изолятор кіреді. Бұл базада қи көңге және көлікті жуу мен дезинфекциялауға арналған арнайы алаңдар бөлінген. Міндетті түрде санитариялық қасапхана, изолятор, карантиннен шыққан қи көңдерді және де ағынды суларды зарарсыздандыруға арналған құбырлары бар болып табылады. Малды сою алдындағы күту базасын ет комбинатының қалған аймақтарынан қоршаулайды. Сонымен қатар, карантин ауласы санитариялық қасапхананың биіктігі 2 метр болатын тұтас дуалмен қоршайды. Ет комбинаты маңайын көгалдандыру маңызды гигиеналық фактордың бірі болып табылады. Сондықтан да бос аумақтарды, соның ішінде малды сою алдындағы күту базасын ағашпен көгалдандыру қажет болып табылады. Карантин мен изолятор бір ғимаратта орналасады. Олар ауруға күдікті малдарды орналастыру үшін қажет. Климаттық жағдайға байланысты карантин жабық немесе жартылай жабық, кейде ашық қораларда жайғастырылады. Изоляторды жабық бөлмеде жайғастырады. Канализация және су құбыры жабдықталады. Ол малды шығару үшін арнайы құрал-саймандар мен транспортпен қамтамасыздандырылуы керек. Карантинде сау малға арналған арнайы шығатын есікті ескерту қажет. Ол есік арқылы малды бас өндірістік ғимараттағы біріншілі өңдеуден өткізуге жібереді. Келесі біздерде мына суретті қарайтын болсақ, бұл кезде шошқа малын күту базасы сіздерге көрсетілген. Енді осы санитариялық қасапханада ішек қарынды өңдеу,
терілерді тұздау және де дезинфекциялау, лабораториялық зерттеу нәтижелеріне дейін етті мұздату камералары және қызметкерлерге арналған тұрмыстық бөлмелер бар болып табылады. Ең негізгі көңіл бөлетін бөлмелердің бірі бұл стерилизация бөлмесі. Шикі шартты жарамды өнімдері мен зарарсыздандырылған өнімдері бір-бірімен байланыспауы қажет. Бұл талаптардың бірі орындалмаса, еттің экзогенді инфицирленуіне әкеліп соқтыруы мүмкін. Сондықтан стерилизация бөлімшесі екі бөлімді автоклавпен жабдықталады. Олардың біреуі арқылы шикі өнімді тиейді, келесісі арқылы жеке бөлмеде орналасқан зарарсыздандырылған өнімдерді түсіреді. Осыған орай стерилизация бөлімшесі екі жекелеген бөлімдерден тұруы қажет. Санитариялық қасапхананың изолятор мен карантиннің ағынты сулары жалпы торапқа түспес бұрын көң ұстағыш пен дезинфектордан өтеді. Хлордың мөлшері 1 литрге 100 мг-нан кем болмауы қажет. Экспозициясы 2 сағатты қамтиды. Енді келесі біздің тақырыпшамыз сойыс малын қабылдап алу тәртібі қандай болу керек, соған тоқталсақ. Жалпы сойыс салмағы дегеніміз бұл қансыратылған, суытылған ұша бассыз, құйрықсыз, аяқ-қолсыз, серісіз және ішкі мүшелерсіз, бірақ та маймен. Соны біздер сойыс салмағы деп атаймыз. Ал сойыс шығымы дегеніміз сойыс салмағының малдың сояр алдындағы тірі салмағына пайыздық ара қатынасы болып табылады. Шаруашылықтардан мал сатып алу жұмысын ет комбинаты және де мал дайындайтын ұйымдар жүргізеді. Мал басы аз аудандарда сатып алу жоспары бойынша жасалған келіссөз бен тұтынушылар кооперациясының қабылдағыш бөлімі айналысады. Мемлекеттік сатып алу жүйесі малды, құсты және де үй қоянын мал-дәрігерлік ұсынысты қатты сақтап қабылдауы қажет болып табылады. Қырқылған қойды мына жағдайларды еске алып отырып қабылдап аламыз. Биязы және жартылай қылшықты тұқымдардың жүні 1 см, қылшық жүнді қойдікі 2,5 см жоғары болып өскенде. Буаз сиырды, қойды, шошқаны және биені қабылдау үшін оларға міндетті түрде пайдалануға жарамайтын акті болу керек. Мұндай құжат болмаса, мал кейін қайтарылады. Малды сатып алуға рұқсат тек шаруашылық жұқпалы аурудан таза ғана болса беріледі. Ол мал дәрігерлік куәлікпен расталуы қажет. Мал дәрігерлік куәліксіз тауарды тасу және тағы басқа құжатсыз әкелінген мал қабылдауға жіберілмейді. Мына жерде бізде қабылдап алынған ірі қара малдың еті. Келесі сойыс малдарын қалай тапсырамыз, сол жөнінде тоқталайық. Сойыс малдарын тапсыру, қабылдау екі тәсілмен жүргізіледі. Біріншісі, яғни ұшасының салмағына және сапасына қарап, малдың тірі салмағына және қондылығына қарап. Мал ұшасының салмағы мен сапасына қарап қабылдау әдетте ет комбинаттарында жүргізіледі. Малды санап, ветеринарлық байқаудан кейін бөлек жерге қамап, таңбалап, шаруашылыққа номер белгілейді. Сояр алдындағы аш ұстау мерзімі біткен соң малдарды белгілі технология бойынша сояды екен. Сырғаларды мал ұшасының алдыңғы оң аяғына бойлап, ұшаларды өлшеп, ГОСТ талаптарына сәйкес қондылығы анықталады. Және шаруашылық мамандардың қатысуымен ұшаға таңба салынады. Ірі қара ұшаларына қосымша Ж жоғары, яғни О орташа, Т орташадан төмен деген әріптермен белгі қойылады. Салмағы мен қондылығы туралы акт жасалып, бір данасы шаруашылыққа беріледі. Қондылығына және де базар нарығына байланысты бағасы 1:1 белгіленеді. Өткізілген малдың
тірідей салмағын шығару үшін есептеу коэффициенті қолданылады. Шошқалар үшін тірі салмаққа айналдыру коэффициенттері: бекондық жас шошқаға 1,54, еттік жас шошқаға, яғни етті шошқаға терісімен бірге 1,54, терісі 1,60, майлы шошқаларға терісімен 1,43, терісіз 1,60 деген норманы қажет етеді. Мына жерде сіздерге шошқа малын тапсыру саты көрсетілген суретте. Мына жерде ірі қара малды тапсыру саты. Енді сіздерге жануарлар мен құстарды союға дайындау кезінде қандай қауіпсіздік талаптары қойылатыны жөнінде айтып өтейін. Міндетті бірсіздендіру рәсімімен өтпеген жануарлар мен құстар қайта өңдейтін кәсіпорындарға жіберілуге жатпайды. Мыналарды қасапханаға жіберуге тыйым салынады. Яғни аусылға қарсы белсенді вакцина, Сібір жарасына қарсы вакцина немесе сарысу егілген жануарларды 21 күн ішінде. Құс тұмауына қарсы вакцина егілген құстарды 21 күн ішінде. Емдік және де алдын алу мақсатында антибиотиктер, басқа да препараттар, өсуін ынталандыруға арналған препараттар берілген жануарлар мен құстарды оларды ветеринарияда қолдану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген мерзім ішінде. Сонымен қатар, аурудың диагнозы белгісіз, дене температурасы жоғары немесе төмен және де енжар жағдайда немесе өлім аузында жатқан жануарлар мен құстарды, сонымен қатар балықпен, балық қалдықтарымен және де балықтан жасалған ұнмен соңғы азықтандырылғаннан кейін құсты 10 күн ішінде жіберуге тыйым салынады екен. Осы тыйым салынатын талаптарды өзімізге түсіріп аламыз. Мына жерде сіздерге түсіндірсем, яғни бірінші суретте міне терісін сыпыру, қойдың терісін сыпыру сәті. Мына жерде құстың терісін сыпыру, мына жерде құсты сою сәті бейнеленген. Қорыта айтқанда, малды сою алдындағы күту базасының құрамына малды сараптау қорасы, малды сою алдындағы күту қоралары, санитариялық қасапхана және изолятор кіреді. Осы малды сою кезінде малды күту базасында ет комбинаты маңайын көгалдандыру маңызды гигиеналық факторлардың бірі болып табылатын. Жаңа жоғарыда айтып өттім сіздерге. Сондықтан да бос аумақтарды, соның ішінде малды сою алдындағы күту базасын ағашпен көгалдандыру қажет болып табылады. Сіздермен болашақта өндірістік практика барысында осы айтылған малды күту базасы, тапсырып қабылдау сияқты мәселелердің барлығын өндірістік практикада өз көздеріңізбен көретін боласыздар. Біздің облысымызда, яғни Кублей сияқты қасапханалар, өндірістік цехтар жұмыс істейді. Сонда барып өз көздеріңізбен көруге болады бұлардың барлығын. Жалпы сіздерге бүгінгі сабақ бойынша айтайын дегенім осы. Пайдаланылған әдебиеттерді өздеріңізге белгілеп алсаңыздар болады. Мені тыңдағандарыңызға, назарларыңызға рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.